Бүгінгі күні біреулер өзіңді жақсы көр деп жатыр ғой. Кім осылай істемесе, ол өзін жақсы көрмейді. Өйткені өзін жақсы көруді тек қана пайғамбардан үйренесіз. Егер осы нәрселерді кім істей алса, онда шын мәнінде өзіңді жақсы көрдің, өзіңді құрметтедің. Менің бүгін белсенді өтуім бүгінгі күнім осы таңмен байланысты. Таңды хақым бере алмаса, мен бүгін белсенді жүре алмауым да мүмкін. Менің тіпті ағзаларыма дейін байланысты бұл таңға. Менің бүкіл денем, клеткаларым, қан тамырларыңа дейін керек болса, Алла байланыстырған осы уақытпен. Сондықтан бұл уақыт менің досым айналу керек. Бұл уақытта таңда мен де Алланың құдіретіне куә болу керекпін. Екеуміз бірге бару керекпіз қиямет күні. Әрбір таң куә болу керек менің мұсылман екендігіме. Әрбір таң куә болу керек менің Алланы оны жақсы көретіндігіме, оған бойұсынғым келетіндігіне. Әрбір таңның періштелері куә болу керек менің сол кездегі сәждеме, менің сол кездегі дұғама. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң намазымен Алланың парыз еткен таң намазының қадірін білген пайғамбар, бұл уақыттың қадірін қатты түсінген пайғамбар, Раббым сен бұйырған уақыттан алдын ала 2 рәкағат арнаймын саған дейін. Міне, сіздің пайғамбарыңыз қандай. Алланың бұйырып тұрған нәрсесінің алдында өз жүрегімнен, Раббым, өзімнің уақытымнан дегендей, саған арнаймын. Сен бұйырмасаң да 2 рәкағат намазды деп, сосын күллі біздерге айтады, бұл 2 рәкағат намаз мен үшін күллі дүниеден қайырлы. Мына күллі дүниенің адам атадан бастап, анау қиямет сағатына дейін жалғасатын күллі пайдалы қазбаларынан, сен ойлаңыз, күллі байлықтарынан маған бұл 2 рәкағат ардақ дейді. Сондай-ақ, Раббым сен бұйырған уақыттан кейін де, ва идбара суджуд дегендей сәжделерден кейін де мен сені зікір етемін. Сөйтіп оны сәске уақытына дейін күнді шығарып, күнді тағы 1-2 найза көтеріп, осындай уақытқа дейін мен сеніменмін. Сөйтіп зікір етеді, дұға етеді. Сол нәрселерінің күллісінде міне қараңыз. Рухани азығы бүгінгі күнге жетеді. Одан кейін дұға уақытында шығып, жұбайына барып амандасып шығып дегендей нәрселер, одан кейін ризық іздеуге, әскерін реттеуге, басқа да жұмыстарын жасауға шығады. Алланың берекесін алған, ақыреттің сауабын молынан алған, сәске уақытына дейін қорғаныстың бәрін алған, қорғанып алған жаңағы дұғалармен, міне осылай адам өзін жақсы көреді. Бүгінгі күні біреулер өзіңді жақсы көр деп жатыр ғой. Кім осылай істемесе, ол өзін жақсы көрмейді. Өйткені өзін жақсы көруді тек қана пайғамбардан үйренесіз. Егер осы нәрселерді кім істей алса, онда шын мәнінде өзіңді жақсы көрдің, өзіңді құрметтедің.